Сол патшаның ең әдемі қыз болады екен. Сол ең әдемі қызының тапсырмасы тек Мусаға бару да. Ең әдемі қыз екен. Патшасын шақырып Балам айтады: "Ей, мен енді шамам жоқ дұға қылатын" дейді да. Бірақ мен сіздерге мынандай бір айтып берейін дейді версия. Қандай деген кезде оларды дұғасын қабылдамаудың тағы бір жолы бар дейді. Балам айтады да. Ол қандай жол деген кезде, егер оларға зинаға түсетін болса ол қауым, онда ол қауымның дұғасы қабыл емес дейді. Сондықтан біздің еліміздің қаланың қыздарын шығарайық соларға қарай дейді да. Қыздарымыз күтіп алсын дейді. Сөйтіп қыздарын шығарады. Әскеріне қарай. Сол патшаның ең әдемі қыз болады екен. Сол ең әдемі қызының тапсырмасы тек Мусаға бару да. Ең әдемі қыз екен. Бірақ бәрі барып зинаға жасап жатқан, енді әскері әлсіз ғой, шаршап шалдығып келген, біраз сапар жүрген, кейбір әскер зинаға түсіп жатқан кезде Муса алейхиссаламға жасалынған жаңағы патшаның қызы Муса алейхиссаламға жетпей, Муса алейхиссаламның қолбасшыларының біреуінің қолына түседі да. Сөйтіп Муса ана қыз айтады да: "Мен негізі Муса алейхиссаламға" деген кезде ана қолбасшы айтады да: "Ей, мен де мықтымын негізі. Мен де шенім мынандай. Мен де бұл әскерде мынандаймын. Мен де осындаймын" дейді. Сол кезде ана қыз тұрады да әкесіне хат жібереді, жаңа Балғам екеуіне: "Ай, мына жақта бір жігіт мынандай шенін деп жатырмын. Осы мен зина жасай салайын ба" деп айтты. Әкесі Балғам естігеннен кейін: "Үлкен шен екен ғой. Зина жасай бер" рұқсат береді. Кейін Харун бар ғой Мұса алейхиссалам қасында.